Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Іңкәр бет күтімі туралы әңгімелесек. Негізгі әйел адамдар бет күтіміне өте жіті мән беріп, өздерінің әсем де көркем болып жүргендіктерін қалайды. Сондықтан әр адамның, әр әйелдің беті, қалпы, бетінің тері қалпы әр түрлі болып келеді. Сіздерге бүгін мен 35 жастан жоғарғы жастардағы әйел күтіміне арналған бір серияны көрсетемін. Біздің компанияда қазір Корея косметикасы да қалыпқа енді. Сондықтан мұнда гидрофилдік май бар біздерде. Ай Сеул деген серия Фаберликтан. Осы серияны мен қазір бетіме қолданамын. Бұл майды алып, екі алақаныңызға жағып, және де бетке әдемілеп тұрып, жаңағы массаждық линиямен қатты үйкемей, қатты ысқыламай жағып қойсаңыздар болады. Және жаңағы құралды сулап, бетіңізді осы жаңа гидрофилдік майды жуа бастаған кезде жаңағы майымыз сіздер көріп отырғандай көпіріп бастайды. Міне, көпіріп массаждық линиямен мына жерде сіздер бет әлпетінің де жақсы қалыптасуына, әсіресе жас 40-қа таяп, 40-тан аса бастаған кезде мына генетикаға, қоршаған ортаға, ішкен жеген тамағымызға байланысты бет қалпы өзгере бастайды. Негізінде бізде әжімдердің пайда бола бастауы, беттің терісінің салбырай бастауы, осы бетті дұрыс үйкеп жумағанның да әсері бізде болады. Сондықтан өстіп жаңағы массаждық линиямен бетті әбден жаңағыдай тазартып, алдымен үйкелей ысқаннан кейін жайментеп бетті мен жаңа жуып тастадым. Негізі бет күтімінде арнайы сүлгі арнасаңыздар, бетті құрғатуға сүлгі арнасаңыздар болады, немесе қағаз полотенцейді, қағаз сүлгі арнасаңыздар болады, немесе үйде салфетканы бетке осылай жағып, бетті бір қалыпты тазартып алсаңыз болады. Себебі беттің жақсы, микробсыз, бет күтімінде жақсы тыныс алып, жақсы тазаруына өзінің бет қалпының, бет терісінің сүлгісі болғаны дұрыс, немесе осындай қағаздар арқылы сүртіп тастауға болады. Енді осы бет күтімінде жаңа әдемілеп сүрттік. Мен көріп отырсыздар, кешеден бері бір дәріге аллергия беріп, кішкене қызарған нәрселер шыға бастады. Мен ондай кезде бетті жуып болған соң мынандай тоникпен сүртіп аламын. Мына біздегі майлы беттерге арналған, проблемасы бар, безеу шығатын беттерге арналған тоник. Сондықтан осы тоникті жағып, негізі бірінші тазартасыздар, тазартқаннан кейін міндетті түрде бетке тоник жағу қажет. Тоникпен әсіресе мынандай проблемның жерлерін өйістіп тұрып, жаңағыдай массаждық линиямен тоникпен әдемілеп тұрып сүртіп аласыздар. Ол жаңағы негізі аптасына 2 рет бетке маска істеген жөн. Маска істеген кезде тоникті маскадан кейін пайдаланасыздар. Себебі маскадан кейінгі, даже масканың астында қалған қалдықтарында барлығын түбегейлі осы тоник алып түседі. Міне, беттеріңізді әрлендіріп, негізі бет күтімін жасаған кезде, міндетті түрде жуған кезде де қыздар мойынды ұмытпаймыз. Себебі мойнымыз да біздің күтіміміздің бар жоқтығын білдіріп қояды. Міне, беттеріңізді тоникпен сүртіп алдыңыздар. Беттеріңіз қазір жаңа pH балансы ашылып, терісі ашылып, тазарып, осы кезде жақсы тыныс алып тұр. Мысалға, мен салқын жел епкендей, сондай бір сезімде, бетімде сондай салқын желдің лебіндей бір сезім болып тұр. Енді мынау бет тазарғаннан кейін ашылды ғой. Оның ашылғасын орнын қайтадан жақсылап тұрып, минерал витаминдермен толтыру керек. Сол үшін мен бүгін бірінші рет мына біздің Фаберлик компаниясындағы жаңа крем 35 жастан жоғарғы адамдарға арналған. 35+. Негізі бізде мынандай қалыптасқан ұғымдар бар қызық. Адамдар ойлайды, 35+ десе тек 35 жастағы адамдарға пайдалану керек екен деп, 40+ десе 40 жастағы адамдарға пайдалану керек екен, 60+ десе 60 деп ойлайды екен.
Ол қате ұғым, сіздерге айтып кетейін. Себебі егер сіздер жаңағы 35 плюс болса, онда 35-тен жоғары әрі қарай кете береді. Егер сіздің теріңіздің қалпына, теріңіздің жағдайына сәйкес келетін болса, сіз ол крем ұнаса, жақса пайдалана беруіңізге болады. Сондықтан бүгін жаңадан шыққан мына Bloom деген кремді алып, мен қазір кешкі уақыт, сондықтан мен бұның күндізгі кремінде және түнгі кремінде алдым. Құрметті аяулы қыздар, келіншектер, негізгі түнгі кремнің маңызы зор. Түнгі кремді ұйықтар алдында 1-2 сағат бұрын жағып қойсақ, жақсылап сіңіп, түнімен біздің теріміздің ішінен жаңа эпидермиске дейін еніп, барлық жаңа антиоксиданттық жағдайын, жаңағы ылғалдандыру жағдайын жақсартып, бетімізді тыныс алдырып, жақсы қалыпқа келтіретін осы түнгі кремдердің маңызы. Сондықтан түнгі кремді жағуды әрқашанда ұмытпайық. Сонымен қатар, егер сіздің бетіңіз белгілі бір жайттарға байланысты кішкене де болса жаңағы құрғап жүрсе, немесе тырысып жүрсе, маңызды нәрсе ол сыворотка. Себебі жас адамның ұлғайған сайын, 25-тен жоғарылап өсе бастаған сайын, адамның ағзасындағы, оның жаңа бауырындағы кудес деген зат, яғни жасартатын, сондайға жауап беретін зат, ол азая бастайды екен. Соған байланысты беттің қалпыны, беттің ішіндегі эластин, коллаген деген заттарда азая бастап, әжімнің пайда болатыны, беттің құрғай бастайтыны сондықтан екен. Сондықтан қосымша кремдердің алдында тониктан кейін мынандай неше түрлі сывороткаларды пайдалануға болады. Сыворотка, флюид, енді ол бет күтімінің қалыптарына байланысты. Мен бүгін сіздерге тек қандай реттермен пайдалану керектігін айтып жатырмын. Міне, осы сыворотканы жаққаннан кейін және де міндетті түрде көздің айналасының күтімінде ұмытпағандарыңыз жөн. Текстурада крем, ана Bloom кремі. Бұл кремді жаңа ғана мен ашып тұрмын, новинка. Негізі бұны қолмен алған көрде, одан да шпатель арқылы пайдаланған жөн негізінде. Түнгі кремді де негізгі бетке жаққан кезде әдемілеп тұрып, массаждық линиямен жағып шығамыз. Яғни мұрынды төменгі сызықтармен. Кремнің өзіндік бір ерекше иіс, қош иісі бар екен. Негізі 35 жастан жоғарыға арналған әр түрлі серия бар Faberlic компаниясында. Өзіңіздің таңдауыңыз бойынша, егер сіз иіс ұнамайтын болса, платинум атты өте керемет топтаманы пайдалана аласыздар. Ол да өте мықты, жақсы, әсерлі, теріні жақсартады. Мен ол платинум сериясының жоқ дегенде 4-5 қалыбын тауыстым негізінде. Енді қарасаңыздар, мына сіздер бет күтімін жасаған кезде, жаңа айтып кеттім, мойын күтімінде ұмытпаңыздар. Міндетті түрде бетке жаққан кремдеріңізді мойындарыңызға әдемілеп тұрып жағып күтсеңіздер, ол да сіздерге жақсы жасарылған қалыппен жауап береді. Яғни сіздер өздеріңіздің жастарыңызға өте күтімді, өте керемет бет қалпында мадақталасыздар, негіз айтқан кезде. Қандай өте маған ұнады міне түнгі кремі. Енді көз айналасының күтімін көрсетіп жіберейін. Мына кремді көріп отырсыздар. Бұл көзге айналасына арналған крем. Бұны мен алып, негізі көз күтімінде мына көздің айналасындағы тері, мына беттің терісіне қарағанда 10 есе жұқа болып есептеледі. Сондықтан көздің айналасын әдемілеп тұрып, мына 4-ші саусақ, бұл жансыз саусақ болып есептеледі. Сондықтан ұрған кезде бұлай ұрғылап қатты ұрмайсыздар, жаймен ғана ұрғылаған кезде бұл қатты батпайды. Бірақ осындай массаждық жаңағы линиямен сізге жақсы сіңімді қылып, әдемілеп тұрып, көздің айналасында, маған әлі күнге дейін барлық адамдардың жасыңыз 40-қа таяса да бетіңізде бір әжім жоқ дейді. Себебі күнделікті, мысалға сіздер гүлге су құймасаңыздар гүл солып қалады ғой. Сол сияқты сіздерде беттеріңізге күнделікті нәрлендіріп,
яғни ол көп уақытты алмайды, күніне 5 минут 10 минут уақытты бет күтіміне арнап тұрсаңыздар болады. Бүгін мен сіздерге түсіндіріп тұрғаннан кейін, көрсетіп тұрғаннан кейін бұл жаңағыдай ұзақ сияқты көрінуі мүмкін, бірақ күнделікті қалыпты істеген кезде 5 минут қана уақытқа алады. Міне осылай бет күтімін жасаймыз. Көз айналасының күтімін өздеріңіз көріп отырғандай, жаңағы жуғаннан кейін, тазартқаннан кейін бетіміз қалай жалтырап, әдемі болып, нәрленіп шыға келді. Маған өзіме қатты ұнап тұр. Осындай күтімді күнделікті өздеріңізге 5 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, өз адамның негізі айнаға қараған кезде өздеріңізге көңілдеріңіз толса, сіздің миыңызға жақсы шаттық сигналы келеді. Яғни сіздің көңіл күйіңіз сол күйінде күн жағына көтеріңкі болып, керемет болып жүреді. Яғни барлық жасаған, алға басқан істеріңіздің бәрі жақсы дамып, жақсы оңынан шешіліп деген сияқты жүзеге аса бастайды. Себебі оның бар адамның көңіл күйіне байланысты. Барлығы өз қолдарыңызда, қыз келіншектер, күтінейік, әдемі болайық, жақсы жұбай болайық, сүйкімді, сүйікті жұбай болайық, керемет балдарымыз мақтан тұтатындай ана болайық. Күнделікті 5 минут уақыт өздеріңізге арналған сіздің өмірлеріңізге де, беттеріңізге де жақсы әдемілікті, сұлулықты сыйлайды. Сондықтан бүгін сіздермен болған мен Іңкәр. Әлі де келесі тақырыптарда кездескенше, келесі қаралатын тақырып бет терісін қалай таңдаймыз. Егер менің бүгінгі видеом қызық болса, төмендегі жаңағы бас бармақты басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, барлықтарыңызды жақсы көрем. Әрқашан жаста, керемет көңіл күйде, сондай балғын терісімен жақсылап, жайнап, жатырап жүре беріңіздер. Сәттілік.